күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы да сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Ал енді бүгін сіздермен ауызда еритін өте дәмді фриттің рецептімен бөліспекпін. Бізге керекті картоп, яғни картоптың сыртын ашып тазалап аламыз. Одан кейін мына видеода көрсетілгендей етіп соломка ретінде тураймыз. Достар, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Осылай барлық картопты соломка етіп турап болғаннан кейін жақсылап крахмалынан айырып аламыз. Ол үшін картопты жақсылап жуымыз керек. Мен 2-3 қайтара жудым. Одан кейін осылай видеодағыдай салфетканың үстіне қойып жақсылап кептіреміз. Картопты 2-3 қайтара жуғаннан кейін судың себеті өз күйінде қалады. Яғни біз сол кезде картоп крахмалдан айырылғанын бірден біле аламыз. Ал енді картопты жақсылап кептіріп алдық. Енді оны майға қуырамыз. Май міндетті түрде қатты қызып тұрған болуы тиіс. Майды көп мөлшерде құямыз. Яғни картоп батып тұру керек. Картоптың барлық бөлігін емес, бірінші жарты бөлігін салып қуырамыз. Өйткені олар бір-біріне жабыспай, әдемі және күтірлек болып шығады. Бетінде осындай ақ көбіктер пайда болады, яғни осы көбіктер тарқанға дейін қуырамыз. Ал одан кейін тарелкеге салып ұсына берсеңіздер болады. Бұл тағам көбінесе фастфуд тағамдарымен үйлеседі. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Рахмет.